Salim dostlar, жағдайларыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз міне әкем атам мен әжеме аяқ массажерін алды. Бұл аяқ массажері адамдарға өте пайдалы екен. Әжем мен атам күнделікті азанда кешке отырады. Одан кейін кешке отырған соң аяғына нәски киіп жылы ұйықтайды. Бұл Кореяда жасалған кресло. Бүкіл Кореяда жасалған. Және мұнаны біз 18-ден асқан балаларға отыруға болады деді аяқ массажерлар дәу кісілерге. Және 13 жастағыларға да болады, 12 жастағыларға болмайды деді. Мұнаны 9-10 жастағыларға болады деді. Мұнаған байланысты отыруға болады. Бұл қазір зарядкаде тұр. Мұнаны осындай болып келді бізге. Отырсың, отырып көрсем, мынаны былай отырады. Жарайды, мен отырып көрейін. Қостым. Мына тайм функциялары 5 минутқа қойдым. Және жылытқыш дірілдететін. Міне, естіп қойылады. Сіз алғаш рет отырғанда күшті болды ма? Аяғым табаннан келсе де кетеді. Дірілдетіп отыр ма? Аяқ дірілдетеді. Приятно тұрады, е? Аяғымды көтере берейін. Міне осындай. Мынаған отыруға болмайды. Мынау міне мына шетінде мынандай 4 несі бар. Жылытып, осында массаж жасайды. Уқалап массаж жасайды. Бұл функция. Бұл мынаның пульті бар, осындай пульті. Осындай. Және мынау, мынанікі. Мұның да негізі өзінің пульті бар дейді. Мынаның там пулдар дейді. Міне осындай. Бізге ең алдымен тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Сіздер біздің каналымызға кіріп, бір видеоларды көріп, және оның астына комментария жазып, сіздер біздің қандай видеолар түсіргенімізді қалайсыздар, соны да жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар! Енді адамды біздің массажный аппарат, точечный массажный аппарат дейді, 22 ауруға пайдасы бар. Қазір адамдарда ең көп кездесетін ауру, сізге түсініп көрсетіп жіберейін, байқанада грыжа көп кездеседі, дұрыс па? Қазір кісілерде протузия дейді, остеохондроз, желке ауру, тізе қақсау, тізе ауру, тізе жүйткіс, аяқ ауру, аяқ қақсау болады ғой көп кісілерде, дұрыс па? Біздің неге оңтүстік жақтың барлығы зәктен өтеді ғой, зәктен басталады аурудың барлығы. Енді біздің арқада кресло кетсек, креслодағы 12 роликтан тұрып, 15 градустан 40 градусқа қыздыру, воздушный терапия және вибрация арқылы 4 түрлі массаж істеу арқылы адамды емдейтін аппаратымыз. Жеңгеңіздегі 4 ролик істеп жатқан жасқа, жеңгеде істеп жатқан үшінші роликті. Ол нәрсеміз остеохондроз деген ауруға пайдасы бар. Остеохондроз деген ауруды білетін шығарсың, әйел кісі желкеде тұз жинау дейді, ер кісі жауының арқасынан тұз жинау дейді. Ол нәрсе нерв контаминат қысып қалу, мини-инсультқа әкелу дейді. Остеохондроз деген аурудың өзі екіге бөлінеді. Ишемический және геморройский ол. Ишемический деген қан тамырынан кеуіп қалып, тромб болып қатып қалу. Ол кезде адамға давление әкеледі, бас ауруы пайда болады, адамда сахар пайда болады, қан ұйықтағаннан. Ал геморройский деген разрыв сосуда.
адамның қозғалыстан жауап беретін екі қан трубкасы бар да, оң жақ қан трубкасы дейді, немесе сол жақ қан трубкасы дейді. Мысалы ретінде разрыв сосудан былай келтірсек болады, қазір кранға барып шлангтың жалғап суды ағызып тұрып шлангтың бір жерін қысып тұрсақ шланг жарылады, дұрыс па? Дәл солай адам денесінде қан тамырлары жарылу арқылы мына адам оң жақ инсульт немесе сол жақ инсультқа келеді да. Көргенсіз бе өзіңіз оң жақ инсульттың әсері болды ғой? Осы остеохондроз деген аурудың әсерінен алады ондай мини инсультті. Біздің 12-ші роліміз толықтай остеохондроз деген ауруды 1 мен 6 айдың арасында емдейді біздің аппаратымыз. Енді Абылайхан ата арқаңыздағы 8 ролик бар. Сіз жатқанша астыдан жоғары, астыға түсіп жатқан байқап жатқанда сол омыртқаның жанымен жүру арқылы. Сіз жатсыз ба? 8 ролигіміз бар. Біздердің патузия дейді, омыртқа қисаюы дейді, грыжаға пайдасы бар 8 ролигіміз. Омыртқаның жанымен жүру арқылы істейді, жоғары астыға қарайды. Омыртқаның қисайған бұтылған кісілер болады. Біз түнде ұйықтаған кезде дұрыс емес жатамыз, омыртқаның қисайы содан пайда болады. Біздің 8 ролигіміз астыдан жоғарыдан астыға түсу, омыртқаның жанымен жүру арқылы омыртқаның қисайған 1 мен 8 айдың арасында емдеп тұрлайды біздің аппаратымыз. Ал грыжа келе кетсек, грыжа неден пайда болады? Күнделікті 5 килограммнан артық көтерген және артық салмақтан пайда болады. Және де біз ауыр салмақты дұрыс емес көтергеннен пайда болады. Грыжаның өзі 3-ке бөлінеді. Бірінші степенға, екінші степенға, үшінші степенға болады. Бірінші степен ең легкий түрі, байқаның жеңіл түрі 1 мен 4 айдың арасында емдейді. Ал екінші степен ол орташа түрі, средний түрі, байқаның 1 мен 6 айдың арасында емдейді. Ал үшінші түрін тяжелый түрі, төсек тартып қаламыз, жүре алмай қаламыз, жатып қалған түрлерін 1 ай мен 1 жылдың арасында емдейді біздің аппаратымыз. Енді Абылайхан ата жаныңыздан қысып жіберіп жатқан байқап жатқан шығарсыз. Бүйрек жатқан, қысатып жібереді. Байқанада ол бүйрекке пайдасы бар. Ол қатты қыспайды және ауыртпай істеді. Мысалы біз бүйрекке қолмен істейтін болсақ, бүйректі ежіреміз. Сол себепті бізден жұмсақтау қылып істеп қойған, ол воздушный терапия деп аталады. Бүйректің суықтағаны, бүйрекке тас жиналу, бүйрекке тұз жиналу және әйел адам босанған кезде бүйрегі 3-4 см жүріп кетеді. Акушение дейді.